Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қадірменді жанкүйерлер, футзалдан Қазақстан чемпионаты жалғасады. 34-ші тур аясында бүгін бізді өте қызық кездесу күтіп тұр. Бұл Қоныс спорт кешені. Ақтөбе қаласы Ақ Қызылдар өз алаңында өткен маусымның вице-чемпиондарының қабылдап жатыр. Жалпы Қазақстан футзалының гегемондары Қайрат кешегі спорт аренасы сонымен бүгінгі кездесу бастауын алды. Ескі әрине Қоныс спорт кешені бұрыннан бар Ақтөбе қаласында тура Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионның жанында орналасқан және кейде тіпті ойнады Чураскоға жылдамдықты арттыру қажет. Филиппин соққа Денис орнында. Біржан Оразов. Лисон соққа гол! Қайрат! Есепті 1-0 қылды. Алисон Невес. Қайраттың 99-ші нөмірлі футзалшысы бүгінгі матчтағы алғашқы голды соқты. Тура бұрышқа соққы. Қанат Жеткірбаев тағда Ақтөбенің 19 жасқа дейінгі қазір Нулев жақсы соққа. Бока түйіндей алмады. Бока жылғы командасы Ақтөбенің тағы бір соққа. Есеп осылайша 2-0 Дамир Қайырбай Қайратты осылайша 2 гол басымдығымен алға шығарды. Жас ойыншы қазір 2 голын көтеріп кешірім сұрағаннан Занотто, Біржан Оразов артқа қарай, Занотто қақпаға соққы. 3-0 Кайо Лаврати Руиз бүгінгі матчтағы 3-ші голды тоқты. 3 голды да соққан Қайрат ойыншылары. Бірінші таймның өзінде Қайрат кешегі нәтижесін жақсартып тастады. Кеше қосалқы құрамға енген ойыншылардың ішінде Панасенко алаңға шықты. Жеткірбаевтың орнына қазір Алисон. Есеп 4-0. Петр Панасенко қателесті. Алисон Невес бүгінгі матчтағы дубльдің авторы, бірінші және Занотто. Матч соңына дейін әлі 12 минут уақыт бар. Занотто оңға қарай. Қайраттың кезекті шабуылы және бұл шабуылда голмен аяқталды. 5-ші гол соғылды бүгінгі кездесуде. Бірінші таймда сары қағаз алған Жахангир Рашид қанжығасын майлады. 5-0 ірі есеппен тас-талқан етіп жатыр Ақтөбені. Қоныста, Қоныс спорт кешенінде Ақтөбе Каспийді 1-0 есебімен жеңді. Атырау Аятты 4-2 есебімен қапы қалдырды. Семей сырт алаңда Жетісуды 3-2 есебімен жеңіп жатыр. Тағы бір ойын аяқталды. Осылайша Қайрат Ақтөбені 5-0 есебімен тас-талқан етті. Бүгін Алисон дубль жасады. Дамир Қайырбай, Кайо Руи және Жахангир Рашид 1 голдан соқты. Ақтөбе өз алаңында Қайрат қақпасына 1 гол соға алмай 5 гол өткізіп алды. Сау болыңыздар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.